Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында 10 минутта дайындалынатын өте дәмді әрі оңай пицца жасап көрсететін боламын. Салмасына шұжық, қызанақ, 2 дана чеснок, соус және де ірімшіктерімізді 300-400 грамм қылдырып, 2 пиццаға жететіндей қылып үткіштен өткіздіріп дайындап аламыз. 350 грамм ұнымызды дайындап аламыз. Келесі 175 грамм суымызды дайындап аламыз. Суымызға 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық тұзымызды салып, суымызға араластырамыз. 1 шай қасық ашытқы саламыз. Суымызды құйып, қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Келесі қамырымызға 25 грамм зәйтүн майын құйып, қамырымызды илеп, бетін жауып 30 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз 30 минуттан кейін осылай көтерілетін болады. Енді осы қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Келесі қамырымыздың бір бөлігін алып, қолымызбен домалатып, жан-жаққа жайып аламыз. Қамырымыз дайын. Енді осы қамырымыздың бетіне 3 ас қасық соусымызды салып, жақсылап жағып аламыз. Кейін қамырымызға ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Қызанағымызды қамырымыздың бетіне қойып шығамыз. Кейін қамырымыздың бетіне шұжықтарымызды қойып шығамыз. Шұжықтарымызды қамырымыздың бетіне қойып болғаннан кейін, қамырымыздың бетіне ірімшігімізді сеуіп, пиццамызды 280 градуста 10 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді пиццамыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап жіберіңіздер.